Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін достар. Бүгінгі тақырып Қайрат Нұртас. Оны бастамас бұрын каналға тіркеліп лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар достар. Қайрат пен Жұлдыз отбасылық қарым-қатынасын алаңдаған жұрттың әңгімесі ғаламторда әлі басылар емес. Соңғы уақытта танымал хит әнші екінші әйел туралы хәуесеп көп. Ел арасында ұл мен келініне қатысты тараған түрлі әңгімелерге қатысты сұрақтарға Гүлзира Айдарбекова жауап берді. Атышулы продюсер бұл жолы Қайраттың екінші әйел туралы ашық әңгіме айтты. Гүлзира Айдарбекова әлеуметтік желіде кезекті тікелей эфирде жұртты қызықтырған сауалдарға жауап берген. Продюсердің жолданған сұрақтардың көбісі Қайраттың екінші әйелі туралы болды. Екінші әйел болған соң Жұлдызбен ажырасып кетіп жүр ғой дейді. Ойпырмай, тағы не ойладыңыз? Екінші әйел жоқ қой жаным-ау, қайдан тауып алдың? Екінші әйел болса ол да адам шығар. Мен Қайрат Нұртастың екінші әйелімін де ол да тікелей эфирге шығады ғой. Жұлдыз ұстап алыпты, екінші әйел бар екен деген әңгіменің бәрі хайп. Содан кейін Қайраттың туған күнінде барған қыз баласының бәрі Қайраттың қатыны бола ма? Айгүл деген құрбым Жібек деген қызы бар еді, сондықтан Қайраттың қатыны деп жазып қойыпты. Сол жаққа барған ұрғашының бәрі Қайраттың қатыны деп ойлаған шығар деді. Дәл сол тікелей эфирде Қайрат пен Жұлдыз туралы қазіргі отбасылық қарым-қатынасына қатысты сауалдыға барлығына өзі жауап берді. Бүкіл әлемде, бүкіл Қазақстанда тек қана Қайрат пен Жұлдыз өмір сүріп жатқан жоқ қой. Олардың да бастары жоқ емес, бала-шағасы жоқ емес. Өздері ойланады. Мен ол жағын мүлдем араласпаймын да, сөйлеспеймін де, өздерін біліңдер деп қоям. 18 жастағы адамдар емес, олар маған ақыл үйрететін жаста ғой. Әркім өз өмірі өзі сүреді. Қандай болғанда да өздері сүреді, маңдайларын жазылғандарын көреді. Ең бастары аман болсын, дендері сау болсын, қалғанын бәрі өз ретімен келеді, деді Айдарбекова. Қайрат Нұртас отбасын құрған соң 10 жыл бойы жеке өмірін, жұбайын, балаларын жұрттан жасырып келді. Халық үйленгенін болып жазса да жұбайын көрген емес. Тек 17 жасында жарыққа шыққан Арман бейнебаянында қыз болар деген болжады. Өзі де солай болды. Арада 10 жыл өткен соң Жұлдыз Әбдікәрімова Арман когда ангелы свят фильміне түсіп халықтың алдына шықты. Ол жұрттан жасырған 10 жылда немен айналысқанын айтып берді Жұлдыз. Көбімізге бұл жайтты түсіну қиын, әрі қызық екенін білемін. Шынымды айтсам, қазір өзім де таңғаламын. Расында 1 жыл емес, 3 жыл емес, 10 жыл деген ағынан жарылған Әбдікәрімова осынша уақыт құрып отырмағанын айтады. Ол 4 баланы дүниеге әкеліп, олардың тәрбиесімен айналысып, қатар өзінің жан-жақты дамуын айтады. Ең әуелі әйелдік, келіндік міндетімді атқардым. 4 баламды ауыртпай, сырқатпай денсаулықтарына мән беріп өсірдім. Өзім де дамыдым. Рухани білім, моральдық, психологиялық жағынан дамыдым. Оның ішінде өзім көңіл бөлдім. Сыртқы сымбаттылық, фигура, бет күтімі, жалпы денсаулығын қарау, бәрін толықтай мән бердім. Ешқайсысын қалдырмадым. Балаларымды енді мектеп қабырғасына барған кезде толықтай өзіме қолға алып, сіздермен өзімді даму жолымен бөлісуді жөн көрдім, деді. Жұлдыздың оқырмандар әртүрлі пікірлі жазуда. Әншілердің бәрі бала таптық, немесе әйелдерін, немесе күйеулерін айтып мезетті. Кәрілер де жастар да ұяттан безген бұлар. Мақтауға тұрарлықсың. Айтса айтқандай, қанша адам болсақ сонша пікір болады, ешкім пікірін көңіліне алма, деді. Жұлдыз деген сайын жұлдыз болып бара жатсың. Неге керек сен немен айналысқан? Әр нәрсені айта бермеші. Айналайын, Жұлдыз, бақытты бол. Екінің бірі олай отыра алмайды. Я, балаларына қарады, ол міндетті, елден жасыруы да қиын. Жұлдыз бәрібір мықты, 4 баланы туды. Түрлі жақсы да жаман да пікірлер астында қаптап жазылды. Соңына дейін тыңдағандарыңызға көп рахмет. Лайк басып, комментарий жазып, өз пікірлеріңізді жазып кетіңіздер оқырмандар. Сіздердің қолдауларыңыз өте қажет. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар достар.